Маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі, мен шын мәнінде кванттық өрісте екенімді қалай түсінемін? Мүмкін мен жай ғана қиялданып жүрген жоқпын ба? Сұраққа жауап берместен бұрын, ескеретін жайт, бұл ойлар Джо Диспензаның сөздері, мен тек оқып, бөлісіп жатырмын. Жауапқа келетін болсақ, Джо Диспенза үнемі жымиып жауап беремін дейді. Өйткені бұл балықтан су қайда деп сұрағанмен бірдей. Кванттық өріс – бұл бізді қоршаған ортаның бәрі. Ол барлық жерде. Ол сіздің ішіңізде де бар, бұл сана кеңістігі. Бірақ мұнда бір парадокс бар. Көптеген адамдардың назары тек материалдық дүниеге, көзге көрініп, қолға ұстап, өлшеуге болатын заттарға бағытталған. Сондықтан олар көзге көрінбейтін нәрсені байқамай жатады. Алайда сіздің назарыңыз қайда бағытталса, сіздің энергияңыз да дәл сол жаққа ағады. Қашан сіз күйзеліске, қорқынышқа, уайымға түссеңіз, денеңіз автоматты түрде тірі қалу гормондарын бөле бастайды. Бұл энергияны жұмылдыру, ағза күресуге не қашуға дайындалады. Сол кезде назар түгелдей денеге, сыртқы әлемге, қауіп-қатерге ауады. Сіз өзіңізді мен тек денемін деп сезінесіз. Мен – менің өмірбаяным. Мен – менің мәселелерім. Бірақ бұл нағыз тұзақ. Себебі барлық энергиямыз үш өлшемді шынайылықты қалып қояды. Содан кейін біз сол шынайылықтың заңдары бойынша өмір сүре бастаймыз. Міне мен осындамын, ал арман мақсат ана жақта. Арамызда қашықтық пен уақыт бар. Сол сәтте біз ұмытып қаламыз. Біз бөлек емеспіз. Бұл тек қана иллюзия. Мен ғаламның, мен мүмкіндіктің арасындағы бөлініс иллюзия ғана. Кванттық өріс бұл мүмкіндіктер кеңістігі. Ол әрдайым бар, дәл осы сәтте де. Бірақ егер сіз оған назар аудармасаңыз, ол сіз үшін жоқ сияқты. Себебі сіз не нәрсені аңғармайсыз, соны сезіне де алмайсыз. Сол себепті денеден, эмоциялардан және ойдан тыс шығу бұл шынайылықтан қашу емес. Керісінше өз шынайы болмысыңызға қайта оралу. Бұл таза энергия өрісіне ауысу. Онда сіз өзіңізден әлде қайта үлкен нәрсемен қайта байланыс орнатасыз. Сіз медитацияда отырған кезде мен сізге ешкім болмай қалыңыз, еш нәрсе, еш жерде, уақыттан тыс болыңыз деп айтқанда, бұл жай ғана философия емес, бұл нақты механизм. Бұл өзіңізді қайта реттеудің жолы. Бұл нені білдіреді? Әдетте біздің бүкіл назарымыз денеде болады. Сезімдерге, ауырсынуға, қозғалысқа, адамдарға, кім не айтты, кім қалай қарады, соған алып кетеді. Зейініңіз заттарға ауады, телефонға, шынаяққа, сағатқа. Қайда тұрсыз? Қайда баруыңыз керек соған? Әрине, өткен мен болашақ уақыт туралы ойларға да. Бірақ сіз осының бәрін босата бастағанда, дене, адамдар, заттар, тіпті уақыт туралы ойлауды доғарғанда, сіз материалдық дүниенің шекарасынан шығасыз. Сіз таза, ашық, үнсіз кеңістікке кіресіз. Бұл кеңістік бос емес. Керісінше, ол тербелістерге, ақпаратқа және шексіз мүмкіндіктерге толы. Сіз зейініңізді денеге емес, мәселелерге емес, жоспарларға емес, кеңістіктің өзіне бұрғанда, сіздің энергияңыз енді жан-жаққа шашырамайды. Ол жиналады. Энергияның бағыты өзгереді. Сыртқыдан ішкіге, материядан таза энергияға. Бұл жай ғана медитация емес, бұл сіздің автономды жүйке жүйеңізді жаттықтыру. Сол кезде жүйкеңіз бұрынғыдай күйзеліске емес, тәртіпке, тепе-теңдікке, ішкі үйлесімге бапталады. Сіз мұны қайта-қайта жасағанда, сіз энергияға бейімделе бастайсыз. Миыңыз қайта құрылады. Бұл жаңа деңгейдегі шығармашылық. Сіз енді шындықтың өзгеруін күтпейсіз. Сіз оны өзіңіз жасайсыз. Өзіңізден үлкен, бірақ сонымен бірге өзіңіздің болмысыңызбен бір тұтас нәрсеге қосылып, көп адам сұрайды. Мен ойдың тазалығын қалай сезіне аламын? Жаның мен тәніңді емдейтін тазалық қайдан келеді? Мен тербелісімді қалай саналы түрде өзгерте аламын? Бәрін ең қарапайымнан бастайық. Әрбір ой бұл жай ғана идея емес, бұл тербеліс. Бұл жиілік, ол электромагниттік реакция тудырып, сонымен қатар денеде химиялық процестерді іске қосады. Егер сіз ауыр, ренішті, жағымсыз бір нәрсені ойласаңыз, сол сезімді денеңізбен сезіне бастайсыз. Сіздің эмоцияларыңыз, ойларыңыздың дене деңгейіндегі көрінісі. Стресс, алаңдаушылық, қорқыныш гормондары, бұлардың бәрі ойдан басталады. Біз бұл циклге үйреніп кетеміз. Ой, сезім, ой. Содан кейін автопилотпен өмір сүруді бастаймыз. Біздің тербелістеріміз де автопилотқа айналады. Біз ғаламға бір нәрсені қайта-қайта таратып отырамыз. Қорқыныш, күмән, кінә, сосын таң қаламыз. Неге өміріміз өзгермейді деп. Бірақ не болады, егер сіз осы циклдан шықсаңыз? Егер сіз дене, рөл, эмоция,
өткен тарих емессіз. Егер сіз таза сана болсаңыз, сіз өз назарыңызды өлшемді шынайылықтан, кеңістік пен уақыт жоқ, тек мүмкіндіктер, ақпарат пен энергия ғана бар өріске ауыстырған кезде, дәл сол сәтте сіз кеңістік уақыттан уақыт кеңістікке өтесіз. Бұл кванттық күй. Дәл сол жерде жаңа жиіліктер орналасқан. Жиіліктер олар өткенге, жараға, немесе травмаға емес, тұтастыққа, қуанышқа және еркіндікке негізделген. Сіз сол жиіліктерге бапталған сәттен бастап денеңіз қайта құрыла бастайды. Сіз енді реакциямен өмір сүрмейсіз, сіз шындықты жасайсыз. Сіз өзгерісті күтпейсіз, өзіңіз өзгерістің өзісіз. Осы күйді қайталау арқылы сіз жаңа вибрацияны бойыңызда бекітесіз. Оны өзіңізде тәрбиелейсіз. Және сіз осы кеңейген сана күйінде неғұрлым ұзақ бола алсаңыз, соғұрлым ойыңыз тазарып, өріспен байланысыңыз күшейеді. Сол арқылы сіздің шындыққа әсер ету қабілетіңіз де артады. Кванттық өрісте біз енді жай ғана дене, жеке тұлға немесе оқиға емеспіз. Біз таза сана, ал бұл сана бөлінбейді. Ол тұтас, ол бар болмыспен бірлік күйінде. Бұл кеңістікте өткен мен болашақ жоқ. Мен және сіз дегенде жоқ. Дәстүрлі түсініктегі ауру мен саулық та жоқ. Мұнда тек мүмкіндіктер бар. Шексіз мүмкіндіктер. Сіз не елестете алсаңыз, соның бәрі толқындық ықтималдық ретінде әлдеқашан бар. Сіз осы өрісте бір ойды ойлағанда, ол жай ғана ой емес, ол вибрация, жиілік. Ал бұл жиілік өз ішінде сезімді де қамтиды. Сіз бұл сезімді жасамайсыз, сіз оны еске түсіресіз. Егер сіз денсаулық туралы ойласаңыз, онда сіз денсаулық жиілігіне қосыласыз. Сіз ішкі үйлесімділікті сезінсеңіз, денеңіз де оны қабылдайды. Бұл сиқыр емес, бұл нейрофизиология. Сіз өзіңіздің талдайтын санаңыздан, яғни үнемі ойлайтын, сынайтын, бағалайтын миыңыздан тыс шыққанда, сіз бета толқындарынан альфаға, кейін мүмкін тета толқындарына өтесіз. Ал бұл қабылдаудың терең деңгейі. Дәл осы күйде сіз ақпаратты ақылмен емес, тұтас болмысыңызбен қабылдай бастайсыз. Сіз талдамайсыз, сезінесіз, бойыңызға сіңіресіз. Сол сәтте сана мен түп сананың арасындағы есік ашылады. Міне осы сәтте сіз өзіңіз қалаған жаңа вибрацияны бойыңызға сіңіре аласыз. Ол денсаулық, махаббат, еркіндік немесе молшылық болсын. Сіз бұл күйге жиі енген сайын өріспен байланысыңыз тереңдей түседі. Ал бұл жиіліктер өміріңізде соғұрлым тез көрініс табады. Теледидар көріп отырғанда немесе сізді бағдарлап жатқан біреуді тыңдағанда, мейлі ол гипнолог болсын, не жай ғана сыртқы орта, ақпарат сізге сезім мүшелері арқылы енеді. Сіз көресіз, естисіз, иіс пен дәм сезесіз. Сол арқылы оны шындық ретінде қабылдайсыз. Бірақ бәрі өзгереді, егер сіз медитация қылып отырсаңыз. Көздеріңіз жабық, сіз дүниеге қарамайсыз, қимылдамайсыз, сыртқыға жауап бермейсіз. Сіз тек сезінесіз. Сол сәтті шын мәнінде бастан өткересіз. Егер сіз сол толқындар күйіне кірсеңіз, сіз керемет қабылдағыш бола бастайсыз. Бірақ ол қабылдау сезім мүшелері арқылы емес, вибрациялар арқылы жүзеге асады. Ал кванттық өріс дегеніміз не? Бұл шексіз вибрациялар мұхиты. Онда бәрі бар бұрыннан. Денсаулық, махаббат, үйлесім, молшылық. Сізге тек соған икемделу ғана қалады. Оны ойдан құрастырмайсыз, жүрекпен сезінесіз. Сіз денсаулық туралы ойға бапталып, сонымен қатар жүрегіңіз жоғары эмоцияны сәулелендірген сәтте ерекше нәрсе орын алады. Сіздің денеңіз келісімді, когерентті жарық шығара бастайды. Бұл сіздің ғаламға үйлесімді біртұтас сигнал жіберуіңіз. Бұл енді шынайылықты әрекет арқылы өзгерту емес, күй арқылы жасау. Ми мен жүрек үйлесім тапқан кезде сіз үш өлшемді шынайылықтан тысқа шығасыз. Сіз енді денеде өмір сүріп жатқан біреу емессіз. Сіз жаңа, сіз таза сана, бар болмыспен бірігіп тұрған рухани күшсіз. Сіз таза сана, бар болмыспен бірігіп тұрған рухани күшсіз. Нағыз ғажайып та дәл осы күйден туады. Осылай ойланып көріңіз, сіз әрбір ойдың жиілігін тануды үйренесіз. Егер өзіңіз бен ойыңыздың арасында бөлініс болмаса, екеуіңіздің араңызда қашықтық қалмаса, онда қалағаныңыздың өміріңізде көрініс табу үшін әлде қайда аз уақыт қажет болады. Мысалы, мен тұтастықтың тазалығына бапталғым келеді делік. Көзімді жұмып, назарымды жүрек тұсына бағыттаймын. Әрбір неше минут бойы сол сезімді толықтай бастан өткеремін. Ол күйге толықтай сіңіп кеткенге дейін. Мен өзімнен артық, бірақ өзімнен кем болып кетем.
Егер мен сол сезімге толықтай сеніп, бойымды тапсырсам, мен біртіндеп тұтас күйге айнала бастаймын. Бұл тек сезімде емес, дененің айналасындағы энергияда, мидың үйлесімділігінде, гормондардың жұмысында, гендердің белсенділігінде және өмірдің өзінде де көрініс табады. Осы үдерісті үнемі қайталау бізді осы болмысымыздан алыстатып, жаңа нұсқамызға жақындатады. Бұл тек қайталау арқылы келеді. Бірақ мұндағы бастысы, сіз ешкім емессіз, еш нәрсе емессіз, еш жерде емессіз, уақыттан тыс күй. Сіз денеден, ақылдан, ортадан шығып, таза сана күйінде кванттық өріске енгенде орын алады. Және дәл осы сәтте көпшілікке қиындық туындайды. Олар бұл кеңістікке алғаш рет аяқ басқанда тек қараңғылықты сезінеді. Дірілден өзге ештеңе жоқ, бейне жоқ, ой жоқ, сезім жоқ. Сол кезде олар ақылмен жол іздеуге тырысады. Назарын жүрекке, миға аударуға тырысады, бірақ адасады. Себебі физикалық жолмен іздейді. Ал бұл күйде іздеудің қажеті жоқ. Тек үйлесу керек. Мен бұл күйді кейде қараңғылық деп атаймын. Өйткені ол жерде діріл мен ақпараттан басқа ештеңе жоқ. Бұл бос кеңістік емес, бұл таза әлеует өрісі. Және сізге керегі тек қажет ойдың тазалығымен байланысу. Сонда ол тек ой емес, шынайы болмысқа айналады. Айналаға бір көз тастап көріңізші. Сіз көріп тұрған әлем, сіздің қабылдау сүзгілеріңіз арқылы қалыптасқан шындық. Сіз физикалық әрі материалдық дүниеге назар салған сәтте осы шындық туындайды. Көзіңіз жарықты, құлағыңыз дыбыс толқындарын, тіл дәмді, мұрын иісті, теріңіз жанасу, қысым, жылу немесе ауырсыну белгілерін қабылдайды. Мұның бәрі сыртқы әлемнің сигналдары. Көзіңіз жарықты, құлағыңыз дыбыс толқындарын, тіл дәмді, мұрын иісті, теріңіз жанасу, қысым, жылу мен ауырсыну белгілерін қабылдайды. Мұның бәрі сыртқы әлемнің сигналдары. Бұл әсерлер мида бірігеді де сіз өзіңізді бір жерде, кеңістікте, уақыт ішінде сезінесіз. Бірақ міне маңызды тұсы, егер көру, есту, иіс сезу, дәм және жанасу сезімдерін өшірсеңіз, сіз үш өлшемді шынайылықты сезінуді тоқтатасыз. Ол техникалық тұрғыда бар болғанымен, сіз оны енді қабылдамайсыз. Ал бұл кванттық өріске өтудің кілті. Бізге біраз уақытқа сезім мүшелерін ажырату керек. Денемізбен, уақытымызбен, қоршаған ортамызбен байланысымызды үзу. Сол үшін біз көзімізді жұмамыз, жеңіл әуен қосамыз, иіс, дәм, қозғалыстарды алып тастаймыз. Назарымызды сыртқы әлемнен ішке, өзімізге бұрамыз. Үш өлшемді шындықтан шығу, бұл дененің тітіркенгіштеріне жауап беруді тоқтату. Болашақты ойлауды немесе өткенді еске алуды доғару. Біз тек таза қазіргі шақта қаламыз. Енді ойланыңыз, ұйықтар алдында әдетте не істейсіз? Жайғасып жатып, ойлауды доғарып, көзіңізді жұмасыз. Соңғы көретініңіз қараңғылық. Дәл сол сәтте аналитикалық сана бәсеңдей бастайды. Бұл сол күйге кірудің алғашқы сатысы. Бұл күйде сіз әлемді сезімдермен емес, энергиямен, жиілікпен, дірілмен қабылдай бастайсыз. Сіз өзіңізге шаршадым, енді ойлай алмаймын дейсіз. Сол сәтте сіздің денеңіз табиғи түрде қалпына келтіру фазасына ұйқыға енеді. Ми толқындары өзгереді және бұл процесс автоматты түрде жүреді. Жылдар бойғы зерттеулер көрсеткендей, адам ойлауды тоқтатып, назарын ештеңеге, яғни бос кеңістікке аударған кезде, миы өзгеше жұмыс істей бастайды. Бірақ мұнда бір өте маңызды айырмашылық бар. Біз бірден дельта толқынға, яғни терең ұйқыға кетуді емес, осы бос күйде сергек қалуды қалаймыз. Осылайша біз материядан тыс кеңістікпен алғаш рет таныса бастаймыз. Елестетіп көріңіз, егер бір материалистпен бәрінен бас тарту сұралса ше, барлық заттарды, денелерді, адамдарды, орындарды алып тастау, жерді, айды, ай сәулесін, күнді, барлық планеталарды, серіктерді, жұлдыздарды және олардың жарығын, бәрін қабылдан алатынның бәрін алып тастасақ, не қалады? Вакуум, бос кеңістік, қараңғылық. Бірақ физикалықтың болмауы энергияның жоқтығы дегенді білдірмейді. Бұл бос кеңістік дірілмен, ақпаратпен, қозғалыспен толы. Бұл кванттық өріс. Біз қараңғылық, вакуум, бос кеңістік деген ұғымдарды жоқтық ретінде емес, материядан тыс күйге ену ретінде қолданамыз. Егер сіз осы кеңістікке дұрыс назар аударсаңыз, миыңыз үйлесім мен тұтастық деңгейіне ауыса бастайды. Біз мұны мыңдаған зерттеулерде байқадық. Қашан сіз өзіңізді қауіпсіз сезінсеңіз, күйзеліс не өмір үшін күрес режимінде болмасаңыз, жүрегіңіз босаңсиды, ашылады. Ал таныс дүниенің шегінен шығу
қиын болмауы тиіс. Жай ғана қараңғылыққа назар аударыңыз. Оған назарыңызды бағыттап, сол жерде екеніңізді сезініңіз. Сіз бақылаушысыз, ал қалғанның бәрі бұл тек үш өлшемді шындықтағы дәлелдер ғана. Сіз оларды сол шындықтан тыс кеңістіктен сезіп, аңғарып тұрсыз. Менің ұсынысым, егер сіз ми мен жүрек арасындағы үйлесімділікті сезсеңіз де, сол күйде қатып қалмаңыз. Шын мәнінде сіз жасай алатын ең маңызды нәрсе өзіңізге емес, осы кеңістікте көбірек назар аудару. Қараңғылық бұл мүмкіндіктер кеңістігі. Және дәл осы белгісіз кеңістікте өзгерістер процесі басталады. Қараңғылық бұл мүмкіндіктер кеңістігі. Және дәл осы белгісіз кеңістікте өзгеріс процесі басталады. Жүйелі тәжірибе арқылы сіздің жеке жүйеңізде, денеңізде жаңа тәртіп деңгейі қалыптаса бастайды. Қашан сіз қараңғылыққа назар аударсаңыз, сіз дене бейнесіне немесе жеке болмысыңызға қайта оралмай, осы кеңістікте өз орныңызды иеленесіз. Бұрынғыдай денеге қайта назар салу орнына, сіз енді энергия мен жиілікке баптала бастайсыз. Кейде денеде болып жатқанмен байқайсыз. Назарыңыздың көп бөлігі мүлде басқа жаққа ауысады. Мен сізден сұрайтыным, өзіңізге емес, қараңғылыққа көбірек назар аударыңыз. Көп адамдар маған, мен ешқашан өмірімде махаббатты, ризашылықты немесе еркіндікті сезінбедім. Мен оларды тек елестете аламын, бірақ шын мәнінде сезе алмаймын дейді. Махаббат, ризашылық, еркіндік сияқты асқақ сезімдер бұл бір үлкен спектрдің әртүрлі реңктері ғана. Мен оларға қояр сұрағым, сіз күнделікті не сезінесіз? Осыдан бастайық. Көбінесе сіз қайғыны, ауырсынуды, көңіл қалуды немесе ренішті сезінесіз. Және осы эмоцияларды бастан кешіру бұл сіз күн сайын тәжірибелейтін дүние. Сіз оны қайталаған сайын оған оралу жеңілдей береді. Сондықтан осы үйреншікті эмоциялардан бас тарту, бұл тұлғалық қасиеттерді жою немесе әлсірету, медитацияға арналған тамаша бастау нүктесі. Өмірде маңыздысы өзіңізді күнделікті өмірде бақылап, саналы болу. Қашан сіз өзіңізді бақытсыз, көңілі қалған, мазасыз немесе ішкі қарсылықпен ұстап алсаңыз, бұл назар салуға тұрарлық сәт. Осы сезімдерді үнемі байқап, оларды басқара білуге үйрену арқылы, сіз ой, естелік пен денедегі сезім арасындағы байланысты үзесіз. Алғашында бұл дискомфорт тудыруы мүмкін. Себебі сіздің денеңіз үйреншікті химиялық тепе-теңдіктен шығып, бұрынғыдай эмоцияларды сезінуді тоқтатады. Адамдар көбінесе ескі сезімдерге қайта оралады. Себебі олар үйреншікті ішкі күйзелісті қалайды және белгісіздіктен қорқады. Бұл табиғи нәрсе, бірақ бірінші қадам өзіңіздің қалай ойлайтыныңызды, қалай әрекет ететініңізді және не сезінетініңізді түсіну. Сіздің ойлау және сезіну тәсіліңіз сіздің тұлғаңыз, ал сіздің тұлғаңыз сіздің жеке шынайылығыңызды жасайды. Егер сіздің кім екеніңіздің 95% бірдей ойларды қайта ойлап, бірдей шешімдер қабылдап, бірдей әрекеттер жасай отырып қалыптасқан автоматты бағдарламалардан тұрса, онда сіз бірдей тәжірибені жасап, сол эмоцияларды қайта сезінесіз. Бұл үйреншікті процесті тоқтату үшін уақыт қажет. Ал егер адам асқақ эмоцияларды шын жүректен сезінуге ниетті болса, онда ол осы сезімдерді бастан кешіруге мүмкіндік беретін барлық нәрсеге ашыла бастайды. Мейлі ол семинардағы бейнеролик болсын, немесе өзіне деген сенімділік пен махаббатты оятатын фильм болсын. Осындай эмоцияларды қайта тәжірибе ету оларды белсендіре бастайды. Бірақ осы кезеңде бұл жеткіліксіз, бұл сезімдер өзімен өзі пайда бола бермейді. Олар жүрегіңізді ашып, өрісте ерекше магниттік өрнек жасайды. Тек өзін ойлаудан өзгелерге қамқор болуға дейінгі жолда денедегі алғашқы 3 энергетикалық орталық көбіне тіршілік үшін күрес жағдайымен анықталады. Біз өмір сүру режимінде жүргенде, тек өзін ойлаудан өзгелерге қамқор болуға дейінгі жолда денедегі алғашқы 3 энергетикалық орталық көбіне тіршілік үшін күрес жағдайымен анықталады. Біз өмір сүру режимінде жүргенде өзімшіл болып кетеміз, ал энергия жүрекке қарай көтеріліп, ол ашыла бастағанда бізде басқаларға көмектесуге деген ықылас туады. Жүрегін ашу немесе биік сезімдерді сезіну қиын болып жүргендерге мен бір қарапайым жаттығуды ұсынамын. Бере бастаңыз. Көмекке мұқтаж адамдарды табыңыз. Сізде артық болып қалған, бірақ өзгеге пайдалы болатын бірдеңе бар ма? Соған назар аударыңыз. Уақытыңызды бөліп, соны беруге тырысыңыз. Сол әрекеттің өзі сіздің ішкі эгоңызды әлсіретіп,
жүрек орталығына энергияның көтерілуіне себеп болады. Сіз өзіңізді басқаша сезіне бастайсыз. Бұл сезім денеңізде химиялық өзгерістер тудырады. Сүйіспеншілік гормоны окситоцин бөлініп, бұл азот тотығына белгі береді. Ал өз кезегінде басқа химиялық элементтерді белсендіріп, өкпенің кеңеюіне, тыныстың тереңдеуіне әкеледі. Осылайша денеде қан айналымы мен энергия ағыны артып, адамда шын ниетпен беру сезімі пайда болады. Жүрегіңіз ашылып, қайта-қайта бөліскіңіз келетін болады. Бұрын тек механикалық міндетті болып көрінген әрекеттер кенеттен табиғи әрі жүректен шығатын интуитивті нәрсеге айналады. Сіз осы беруді тәжірибе ете бастағанда, ішіңіздегі энергияның жаңа жолмен айнала бастағанын сезесіз. Бұл тек сіздің физикалық күйіңізге әсер етіп қана қоймай, әлемді қабылдауда жаңа көкжиектер ашады. Сүйіспеншілік пен алғыс сезімі санаңызға ене бастайды. Бұрын қол жетпестей көрінген нәрселер енді шынайы өміріңіздің бір бөлігіне айналады. Уақыт өте келе бұл процесс барған сайын табиғи бола түседі. Бұрын қарсылық немесе мазасыздық тудырған эмоциялар енді сіздің ішкі өсуіңіздің бір бөлігі ретінде қабылданады. Сіз бұрынғы үйреншікті реакцияларға жабыспайсыз, жаңа деңгейдегі саналыққа көтеріле бастайсыз. Енді сіздің өміріңіз тек сыртқы жағдайларға байланысты емес, өзіңізбен және айналаңызбен қалай әрекеттесетініңізге де тәуелді екенін түсінесіз. Бұл сіздің өміріңіздің жай ғана бақылаушысы емес, оның белсенді авторы болатын жол. Осындай беру сәттерін тәжірибе ете отырып, сіз өзіңізді мол энергия мен сүйіспеншілік ағынын ашасыз. Бұл сіздің ішкі жағдайыңызға ғана емес, айналаңыздағы адамдарға да әсер етеді. Сіз мұны неғұрлым көп тәжірибе етсеңіз, өміріңізде өзгерістерге көбірек орын ашылады. Сіздің энергияңыз үйлесімді бола түседі және сіз өзіңізді бүтін адам ретінде әрі үлкен, мағыналы, тұтастықтың бір бөлшегі ретінде сезіне бастайсыз. Осы күйге біртіндеп тереңдеген сайын айналаңыздағы кеңістіктің де өзгеріп жатқанын байқайсыз. Сіз шексіз ағымның бір бөлшегі болғаныңызды сезінесіз және жүрегіңіз жай ғана ағза емес, өзіңіздің шын күшіңіз орналасқан орталық екенін түсінесіз. Ол сіздің өміріңізге өсу мен үйлесім үшін қажеттінің бәрін тартады. Бұл шын мәніндегі тұтастыққа апарар жол. Біз бере бастағанда өз ішімізден шынайы энергия көзін табамыз. Ол біздің өмірімізді өзгертуге қабілетті. Нұрлы Voice арнасына жазылыңыз. Армандар мен мақсаттар шындыққа айналатын болашақты бірге жасайық.